Мәмлекетіміздің ғаресіздікке еріскен жыллары қысқа тарихында құяшлы Қарақалпақстанымызда кең құлаш шайып көркейіп, рауажланды. Халық қожалығының барлық тарауларында жетіскерліктерге ерісілді. Ұнамлы нәтижелер жүз берді. Мәйлі ол санат па, құрылыс па, социалдық қорғау ма, мәдени тұрмысымыз ба, құлласы бәрінде де үлкен бұрылыстар, өзгерістер болды. Қала һәм районларымызда жаңа құрылыслар пәтпенен басланды. Ауыл қожалығында болса әр жылы биік табыстар қолға кіргізілді. Әсіресе республикамыздың мәрт пақтагешлері Өзбекстанда әр жылы біріншілерден болып, пақта тапсыру жылдық шартнамалы жобаларын орындап келатыр. Диқаларымыз 2004-2006 жылдары пақта жетістіруде 546 мың тонна орнына 590 мың тоннадан артық ақ алтын жетістірді. Бұл бағдарда жаңа технологияларды тарауға енгізу, селекцияға диққат етібарды күшейту, жерлердің мелиоратив ахуалын көтеру, бұл табыстардың жетіскерліктердің гіреуі болды. Ауылдардағы бүгінгі диқаллар өз жерлерінің хақиқи иелері болып қалыптасты. Фермерлер класы өсіп жетілісті. Бұл демек, бүгін ертең мол қырман шашылап, ауыл қожалығы өнімдерінің рәң-бәреңлігін арттырады дегенді аңлатады. Осы жыллар ішінде піллекешілеріміз, қаракөлшілеріміз, ғаллекешілеріміз де әр жылы мол өнім жетістіруге ерісті. Ғаллекешілеріміз соңғы жыллары 192,12 мың тонна дәнді егілер жинап тапсырды. Бәрқұлла мейнетте шыныққан диқалларымыз жылдың қайсы маусымы болуына қарамастан атсыларда мейнет жауланын жанландырады. Бұл біздің ертеңгі мол төгін дастұрқанымыздың негізі. Елімізде бүгінгі күні жер асты қазылма байлықтарын қыдырып табу, олардың жайласуы хақында анық картографиялық жұмыстарды алып бару, табылған өнімдерді ақылға ұғырас пайдалану, һәм оларды экспортқа шығару бойынша да бағдарламалы кең көлемді жұмыстар орындалып келмекте. Картадағы үстірт кеңістіктерінде газ һәм нефт кәнілері пайда болды. Сондықтан ол жерлерде қыдыру бойынша экспедициялар шөлкемлестірілген. Соңғы уақытлары сырт елі қанегелер менен бірге іслесу жұмыслары қолға алынды. Республикамыз аймағы хақиқатында да жер асты қазылма байлықтарына оғада бай. Қаратау, Менделеев химиялық таблицасындағы дерлік барлық элементтерге ие болса, үстірт тегіслігі менен Арал теңізінің ұлталары халықаралық базарда бейбаха байлық есапланған газ һәм нефт кәнілері екені анықланды. Әлбетте бұл жер асты өнімдерін мақсатке муафық пайдалану, оны келешек әулетларға қадірлеп сақлау, бұл бүгінгі күндегі әр біріміздің басты міндетіміз. Сондықтан да ол орындарда кең көлемдегі үлкен жойбарлы жұмыстарды алып бару дауам ете береді. Жиырма бірінші ғасырдың ірі құрылысларынан есапланған Қоңырат сода заводының іске түсуі бұл соңғы жылдардағы ең үлкен жаңалық болды. Қазіргі уақытта ол жерде істеліп шығылған химия санаты үшін зәрурлі каустикалық һәм басқа да содалар тиесілі орынларға жіберілмекте. Ал осындай заманауи Елабад поселкасындағы заводта мемлекетіміз президентінің болуы ол жердегі қанегелер
есапланған кеселіклерді емлеуге, олардың алдын алуда жұмсалып барады. Қазір бұл жерде республикамыздың барлық қала һәм районларынан келіп емленіп атырған науқаслардың көпшілік бөлегі қалқан сыман безі, зоб, қантлы диабет һәм аса семізлік болып табылады. Бұл жерде тек қана емлеу ісілері алып барылмастан, ал кеселіктің келіп шығу себеплері үйреніледі, анықланады, һәм оның алдын алу бойынша профилактикалық іләжлар әмелге асырылады. Зәрур жағдайларда диспансер шпакерлері орынларға шығып, ол жерлерде де емлеу жұмысларын өткереді. Әсіресе шпакерлердің оқу орындарында, кархана мекемелерде, бұқаралар жиыларында алып баратұғын үгіт насихат жұмыслары өзінің әр тараплеме ұнамлы нәтижелерін береді. Столовойымыз бар, һәммесі сол ауырларға уақытында сол емленуге һәмме шариғатларымыз жақсы. Өзімізде жетістірілген шикізат өнімдерін қайта іслеп, дүния базарларына шығарып, қаридарларын табу бүгінгі күннің заман талабы. Іспілермелікті қоллап қуатлау, оны елі де рауажландыру бағдарында да бір қатар ұнамлы өзгерістер жүз бермекте. Қала һәм районлық сауда санат палаталары, коммерциялық банклер, қамсызландыру агентліктері, іспілермелердің жақын жәрдемшілері болды. Автомобиль транспорты қатынасын жолға қою бойынша Олы жібек жолы автожол құрылысы давам етпекте. Ішкі қала һәм район аралық жолларда реконструкцияланбақта. Пайтақтымызда кіші айланба жол құрылысы тіккелей Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі басылығы Муса Ерниязовтың басшылығында алып барылды. Бұл үлкен жойбар тек пайтақтымыздың автомобиль қатынасларын ретлестіріп қана қоймастан, ал қоңсылас Қожелі Тақиятас қалалары менен аралықларды қысқартады. Бұл жолдың құрылысы менен ол аралықларда жаңа тұрмыслық инфраструктура қалыптеседі. Осы құрылыс менен тікелей байланысқан қыз кеткеннен жаңа көпірді өткеру істері де жаңалық болды. Көпірдің салып біткерілуі менен пайтақтымыз дөңгелегіндегі бірнеше ел атлы орындар жақылласты. Бұл қаланың елі де нығайып өсуіне негіз болды. Қарақалпақстан 20 әсірдің жаңалығы телевидениенің кіріп келуі 40 жылдан аслам тарихқа ие. Бұл жерде жаңа студияның ашылуы, заманауи техникалық үскенелер менен тәмелленуі республикамыздағы соңғы қуанышлы уақиялардың бірі болып табылады. Демек, ендігі жағында алыс-алыс ауылларға да сапалы, реңлі көрсетулер жеткеріп беріледі дегенді аңлатады. Бұныңдай ірі құрылыс іслері, орта білім беру, һәм кәсіп білімлендіру тарауларында да ізбе-ізлікпенен алып барылды. Барлық қала һәм районларда жаңадан кәсіп өнер колледжлері ашылды. Ол оқу дәргайлары бүгінгі күннің талабы бойынша маман кадрлар таярлауға бағдарланған. Оқу процесі әмелият менен бірге қатар жүргізіледі.
Жастардың тиянақлы білім һәм кәсіп сырларын үйренулері үшін барлық шар-шараятлар жаратылған. Біз сөз еткен жыллар ішінде қаншадан қанша өзгерістер, жаңалықлар болды. Мемлекетіміздің ішкі һәм сыртқы саясатында ұнамлы уақиялар жүз берді. Алдымызда болса, оннан да үлкен жаңалықлар, уақиялар күтпекте. Табыстар һәм жетіскерліктер өзіміздікі.